Сәлем, экономика ғылымын зерделеуші достар. Бүгін баға туралы әңгіме айтамыз. Баға дегеніміз не? Бұл сатушы тауарын алмастыруға белгіленген ақша саны. Біле білсеңіз, баға негізгі экономикалық категория. Экономикада баға мен құн ұғымдарының айырмашылығы бар. Тауарлардың құны оған кеткен қоғамдық еңбек шығындарымен анықталады. Баға ол құнның ақшалай көрінісі. Сұраныс пен ұсыныстың арақатынасына қарай өзгермелі болады баға. Бағаның 5 қызметі бар. Біріншісі есептік. Баға кіріс көлемі мен өндіріс шығынының мөлшерін анықтайды. Бұл қызметте баға өндіріс ұтымдылығының негізгі көрсеткіші. Ол нарықтық қатынас жағдайында шешім қабылдайтын бағдар. Бәсекелестерге қарсы тұра алу үшін өндіруші үнемі шығынды қадағалап, олардың шығынымен салыстырып отыруы керек. Тауарлардың тағайындалған баға төмен болатын болса, оның тезірек өтуіне көмектеседі, оған көбіне сатып алушылар мүдделі болады. Ал енді баға жоғары болған кезде өндірушілерді, сатушыларды тауарды неғұрлым көбірек өндіруге ынталандырады. Келесі, бағаның бөлу қызметі. Нарықтық факторлардың әсерінен ақша құнының ауытқуымен тікелей байланысты. Мысалы, сәнді тауарлардың жоғары бөлшек бағасы табысты тұрғындар қаражатын қайта бөлуді қамтамасыз етеді. Тұрмысы нашар халықты әлеуметтік қорғау мақсатында арнайы қорлар құрылады. Тепе-теңдік жасау функциясы бағалардың ол өндірісті ынталандыру функцияларының бірі болып табылады. Ол сұраныс пен ұсыныстың тепе-теңдігін қамтамасыз ете отырып, ол жаңағы тауарлардың бағасы соның құнына сәйкес болатындай деңгейге жеткізеді. Бағаның бірнеше түрі бар. Мысалы, бөлшек сауда бағасы. Бұл аз көлемде жеке тұтыну үшін сатылатын тауарға қойылатын баға. Бөлшек сауда бағасы өндіріс шығынын, айналым, кәсіпорын кірісін, салықтарды ескеріп, нарықтағы жағдайға байланысты құрылады. Тауардың көтерме сауда бағасы көп партиялармен сатылатын тауарларға қойылады. Ал сатып алу бағасы көтерме сауда бағасының бір түрі. Ол ішкі нарықта ауыл шаруашылық өнімдерін сатып алу барысында үкімет қоятын баға. Сатып алу бағасы өнімнің сапасы мен нарықты географиялық саралауға байланысты өзгеріп отырады. Психологиялық бағалар деп ол көбінде дөңгелек теңбенген бағаларды атайды. Мысалы, дөңгелек теңбен бағалар 4.000, 5.000 болып келетін болса, ал енді жаңағы психологиялық баға 3999 болатын болса, оның психологиялық әсері көбінде сатып алушы бұл бағаны кәдімгі әділ баға деп санайды. Ал егер дөңгелектенген бағалар болатын болса, ол жоғарылатылған баға деп саналады да, оған деген сенімсіздік пайда болады көбінде. Баға қалыптасуына арналған екі негізгі тәсіл бар: шығынды және құндылықты. Біріншісі фирманың өндіріс пен тауар өтімділігін ұйымдастыруға жұмсайтын нақты шығындарды ескеріп, жүзеге асыратын тәсілдер тобын біріктіреді. Шығынды тәсіл шеңберінде баға есебінің арнайы әдістер шығарылады. Бағаларды элементті түрде есептеу тәсілі. Бұл жағдайда материалдар мен жалақыға кететін шығын негізгі көрсеткіштерден пайыз бойынша шығарылады. Мұндай жағдайда ең сенімді және өндіріс көлемімен тығыз байланысты көрсеткішті таңдаймыз. Кесімді бағалар белгілі, олар көбінде келісімшарт бағалар болып табылады. Ол контракттарда сатушы мен сатып алушы бір-бірімен келіскенде ол кесімді бағалар тағайындалады. Кесімді бағалар ол сол контракт аяқталғанша өзгермейтін бағалар болып табылады. Баға белгілеудің екінші тәсілі құндылықты. Бұл бағаларды белгілеу барысында тауар құндылығы, тауарға кететін шығын атты тиімді қатынасқа қол жеткізу арқылы фирманың үлкен кіріске кенелуіне септігін тигізеді. Құндылықты бекіту шеңберінде бағалар ұсынысқа негізделе отырып белгіленеді. Мысалы, шырша үнемі жаңа жыл алдында қымбат тұрады, одан кейін арзандайды. Айтпақшы, әртістер де солай. Саудаласу үдерісі бұл тәсілдегі ең ұтымды шешім. Шығындық және құндылық тәсілдерінен басқа енжар бағалар да болады. Оларға қатыссыз бағалар сұраныс пен ұсыныстың арақатынасына емес, бәсекеге байланысты емес тағайындалатын, олар енжар бағалар болып табылады. Жаңағы факторлар баға тағайындауға әсер етпейді, сондықтан олар енжар бағалар болып саналады. Баға саясаты дегеніміз тауарлар мен қызметтердің бағасын анықтау қағидалары. Баға белгілеудің микро және макро деңгейлері бар. Микро деңгей өнеркәсіп деңгейі.
Макродеңгей бағалар мен тарифтерді мемлекет қадағалайтын сала. Фирманың бағалық саясаты фирманың жалпы саясатына байланысты болып келеді. Оның құрамына баға белгілеудің стратегиясы мен тактикасы жатады. Баға белгілеу стратегиялары әртүрлі болып келеді. Алғаш жаңа шығарылған тауарларға бағаны қалқып алу стратегиясы. Өйткені бұл кездерде тауар аз болғандықтан оған баға жоғары болады да алғашқы өндірушілер пайданы көбірек табады. Тағы да басқа әртүрлі стратегиялар бар енді. Ол енді жаңағы бәсекеге байланысты стратегиялар болады әрқалай. Тауарлар мен қызметтер бағасын анықтау бұл кез келген кәсіпорынның негізгі мәселелерінің бірі. Себебі тиімді баға оның қаржылық қабілетін қамтамасыз етеді. Баға бір жағынан сатып алушылар талабын қанағаттандырса, екінші жағынан өнеркәсіптің мақсаттарына жетуіне септігін тигізу керек. Үкіметтің баға саясатының негізгі мәні елде экономиканың жүйе негізінде баға қалыптасуының жалпы қағидаларын орнату. Алдағы уақытта үкімет жеке өнеркәсіптердің баға бекітуіне антимонопольды саясат шеңберінде де, баға тұрақтылығын қамтамасыз ету шеңберінде де араласа алады. Монополияларға қарсы күрес барысында мемлекет кәсіпорындардың баға белгілеу саясатына араласады. Табиғи монополиялардың өнімдеріне мемлекет әрқашанда олардың бағаларын шектеп отырады. Әйтпесе монополды жоғары бағалар тағайындалса, онда тұтынушылар ол тауарлардың қолжетімділігі азайып кетеді. Сонымен қоса судың, электроэнергияның, сонан кейін көлік саласындағы тарифтерді тағайындауға байланысты мемлекет өз саясатын жүргізеді, бағалық саясатын. Сонымен баға деңгейіне не әсер етеді? Ол бірнеше факторларға байланысты. Солардың ең маңыздыларына тоқталайық. Баға белгілеудің маңызды факторларының бірі өндіріс шығындары. Өндіріс шығындары ол шикізат, материалдардың шығыны, отын шығындары, тағы басқа еңбек шығындар болып келеді. Ол шығындардың өзі шикізаттың мысалы арзандауы немесе оның бағасының жоғарылауына байланысты өзгеріп отырады. Сондықтан өндіріс шығындары көбінде кәсіпорынның қандай деңгейде таза пайда табуына, оның бағаларының қалай құбылуына, жоғары төмен болуына әсер ететін маңызды фактордың бірі. Мұндай өзгерістерді өнеркәсіптер әртүрлі қабылдауы мүмкін. Мысалы, олар тұтынушыларға бағаны арттыруды ұсынуы мүмкін. Яғни тауарлар мен қызметтер бағасын арттыру, немесе олар шығынды азайту жолдарын іздестіреді. Бағалардың деңгейіне тауарлардың сапасы да қатты әсер етеді. Тауарлардың сапасы жоғарылаған сайын бағалардың деңгейі жоғарылай береді. Ең алдымен сол бағалардың деңгейінің жоғарылауы сапалы тауарларды өндіруге өндірісті ынталандырады. Тауар сапасының артуы тікелей өндірушіге байланысты. Ол тауар сапасын әртүрлі жолмен көтере алады. Инновациялық саясат ойлап табу, маркетингтік зерттеулер жүргізу, ғылыми ұйымдармен қатынас орнату, жаңа технологияларға кадрлар дайындау. Тауарлардың бағасының өзгермелілігі ол сұраныс пен ұсыныстың арақатынасына байланысты, олардың өзгермелілігіне байланысты. Егер де сұраныс ұсыныстан жоғары болатын болса, онда олардың бағасы тауардың құнынан жоғары болады. Егер ұсыныс сұраныстан жоғары болатын болса, онда тауарлардың бағасы оның құнынан төмен болады. Сұраныс пен ұсыныс тең болатын болса, онда тауарлардың бағасы оның құнына сәйкес болады. Бағаның өзгеруіне монополия айтарлықтай әсер етеді. Нарық монополиялау деңгейі сатушылар санына кереғар. Сатушылар саны неғұрлым жоғары болса, соғұрлым монополизация көп. Сатушылар монополизмі жоғары бағалар қоюға мүмкіндік береді. Бір жұпататыны монопольды бағалар түрлі тәсілмен шектелуі мүмкін. Мысалы, бәсекелестік тудыру. Бәсекелестік өндірістік және нарықтық болады. Өндірістік бәсеке көбінде бір саладағы кәсіпорындардың арасындағы бәсеке болатын болса, ол салалық бәсеке деп саналады. Егер әртүрлі салалардың кәсіпорындары арасындағы бәсеке, ол сала аралық бәсеке болып саналады. Өндірістік бәсекенің екі түрі көбінде. Ал енді нарықтық бәсекенің түрлері ол көбінде бағалық бәсеке, бағалық емес бәсеке болып саналады. Бағалық бәсеке енді бағаны
әртүрлі өзгерту арқылы кәсіпорындардың бәсекелік артықшылықтарға жетуі. Мысалы, бағаны төмендететін болса, ол кәсіпорын басқа кәсіпорындардан өз өнімдерін көбірек өткізіп, нарықта өзінің үлесін көбірек жаулап алады. Ал енді бағалық емес бәсекеге ол енді тауарлардың сапасы арқылы, өндірістегі техника мен технологияны жаңарту арқылы, өндірістік шығындарын азайту арқылы жақсы сапалы тауарлар шығаруға мүмкіндік болады. Жаңа технологияны енгізу тағы да сондай нәтижелерге әкеледі. Бағалар инфляцияға тікелей байланысты. Инфляция бағаның артуы мен жалпы сатып алушылық қабілетінің төмендеуіне алып келеді. Экономикалық дағдарыс кезінде инфляция көбінде қиратқыш күшке ие болады. Олар тауарлардың бағасының көтерілуінен, төмендеуіне, немесе өндіріс көлемінің төмендеуіне әкеледі. Сонымен қатар кейде тауарлардың жетіспеушілігіне әкеп соғуы мүмкін. Тауардың өмірлік циклінің деңгейі баға белгілеу үдерісіне әсер етеді. Ережеге сай, жаңа тауарлардың құны арнайы тексеруді қажет етеді. Тауардың таралу аумағы мен тұтынушының қабылдауына қарай өз деңгейіне тұрақтандырады. Осы тауар түрі нарықта көп болған жағдайда сатылым азаяды. Бағаны қатаң қадағалау деңгейіне байланысты ол нарықтық, еркін және реттелгіш болып бөлінеді. Еркін бағалар нарықта ұсыныс пен сұраныстың өзара қатынасы нәтижесінде қалыптасады. Олар үкіметтің бағаға тікелей араласуынан тәуелсіз, бірақ олар басқа факторлардың әсеріне тәуелді. Мысалы, бағаның артуы салық пен кіріске байланысты. Өндіруші кәсіпорындар, сатушы кәсіпорындар көбінде тауарлардың бағасының көтерілуіне мүдделі болады. Сондықтан осындай мүдделікті болғызбас үшін мемлекет таза пайдаға прогрессивті салық салатын болса, онда ол кәсіпорындар өздерінің бағаларын көтеруге мүдделі болмайды. Нарықтық экономиканың тиімді қызмет етуі үшін бағалар еркін болу керек, бірақ толықтай еркін бола алмайды. Үкімет тек маңызды тауарлардың бағасын қадағалау керек. Нан, электроэнергия, мұнай және тағы басқа. Ол елдің әлеуметтік саясатын жүргізуге маңызды. Әр елде салық салу деңгейі, сонан кейін кедендік тарифтер, тағы басқа экономикалық жағдайлар басқаша болғандықтан бірдей тауарға бағалар әртүрлі болып келеді. Басыңызда ақпараттық төңкеріс басталмай тұрып, сабақты осымен аяқтайық. Үй тапсырмасы: сабақтарды қайта оқып, барлығын есте сақтау. 6-шы сабақта жолыққанша сау болыңыздар достар.